Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы 8-ші В сынып оқушылары, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сүбәлеева Балым Маралбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтанов. Яғни бүгінгі сабақта қол жеткізетін мақсатымыз ақынның өмірімен етене танысу. Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушыларым? Балалар, сабақ басталғандықтан назарларыңызды аударуларыңызды сұраймын. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ерекше жазушы Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. 1923 жылы 25 қазанда. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курсында, яғни өз еркімен сұранып, майданға аттанады. Алғашқы еңбектері өлең, очерк түрінде Майдан газеттерінің беттерінде жарияланады. 1948 жылы соғыс аяқталған соң, яғни әскер қатарынан босағасын, әдеби еңбекпен айналыса бастайды. Алғашқы жарық көрген өлеңдері «Жастар дауысы» деп аталатын ұжымдық жинақта жарық көрді. Әдебиеттің проза драматургиясын зерттеу салаларында тер төгіп, құнарлы еңбек еткен ақындығы тағы бар. Қазақ әдебиетінің қазақ сахналық мәртебесінің биік көтеруге зор үлес қосқан, проблемалық тақырыптарды да қозғай білген. Құнды дүниелері кезінде КССР-ның кезінде жоғары бағаланған. Көптеген шет ел тілдерінде аударылған сондай қымбат шығармалар үшін мемлекеттік сыйлықтан бастап өзге де сыйлықтарды иеленген. Классик Тахауи Ахтанов ол әрі ақын, әрі қан кешкен майдангер балалар. Баспасөзде тұңғыш жарияланған прозалық туындысы «Күй аңызы» атты әңгімесі. 1956 жылы «Қаһарлы күндер» атты романы басылып шықты. Бұдан кейін «Көк құтан», «Махаббат мұңы» повестері мен әңгімелер жарық көрсе, «Сәуле», «Боран», «Ант» әңгімелері, «Әке мен бала», «Күтпеген кездесу», «Арыстанның сыбағасы», «Күшік күйеу» сияқты драмалық туындылары бірінің артынан бірі жарық көре бастады. Жазушының ең соңғы романы «Шырағың сөнбесін». Жазушының еңбектері дәуір шындығын, тарихи кезеңдердің ақиқатын бейнелеген еңбектері қазақ әдебиетінің биік белесі бола алды балдар. Жазушы ақын қан кешкен майдангер. 1994 жылы жарық дүниемен қоштасты. Балалар, бүгінгі Тахауи Ахтановтың өмірімен етене таныстыңдар балалар. Ары қарай өздерің қосымша оқып, білімдеріңді жетілдіріңдер. Ал енді бүгінгі сабақты қорытындылап, үйге берілетін тапсырма «Күй аңызы» атты әңгімесі, яғни Тахауи Ахтановтың ең алғашқы жарияланған прозалық туындысы. Үй тапсырмасы «Күй аңызы» әңгімесі. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, қазіргі сендерге берілетін сұрақ: Тахауи Ахтанов неге қан кешкен майдангер деп аталған? Осы сұраққа ойларыңды бөлісесіңдер балалар. Сабақты негізге ала отырып, осы сұраққа жауап береміз.